Роналду Криштианудың тегі емес, екінші есімі. Бірақ ақш-тың 40-шы президенті Рональд Рейгандың құрметіне қойылған. Криштианудың әкесі политик ретінде Роберт Тайт ұнатқан. Бұл суретте көбіміз көрген болармыз. Бұл зигзаг үшін ол адамдардың күлкісіне қалған. Бірақ Криштиану реабилитациясын төлеп, операциясын төлеп, өмірін құтқарған 10 жастағы баланың басындағы тыртығы дәл осындай болатын. Жалпы Криштиану жасылдашудан чемпион. Оның қайырымдылық қоры бірнеше ондаған миллионға дейін жетеді. Бұл туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Сіз таңқалуыңыз мүмкін, бірақ Криштиану білімі жоқ. Ол 14 жасында мұғалімнің үстелін лақтырып жібереді, сондықтан оны мектептен қуып жіберген екен. Ол мектепке басқа қайта оралған жоқ, және анасы кеңесі бойынша спортқа қатты зейін қойды. Жігіт 15 жасында жетістікке жете бастады, бірақ көп ұзамай оның жүрегінен қиындықтар табылды. Бірақ дамыған медицинаның арқасында лазер арқылы ол қиындықтан құтыла алды. Операциядан 3 күннен соң Криштиану тренировкасын жасап бастады. 2015 жылы Лиссабондық